Сәлем достар, сіздермен бірге қорқынышты оқиғалар. Егер видео сізге ұнаған болса, лайк басып, мені қолдау білдіріңіздер. Бұдан да күшті видео салатын боламын. Бұл оқиға мен жұмыс істеп жүрген кезде еді. Мен қоймада жұмыс жасайтынмын. Супермаркетте осылай камера қарап отыратынмын. Мені ешкім мазаламайтын, және ешкім де кірмейтін. Мен осылай камераларға қарап отырам. Егер кімде-кім кірсе, есіктен қоңырау шалынатын еді. Бірақ қызық, мен жан-жағын барлығын осылай қарап отқан кезде кішкентай баланы көрдім. Мен өз көзіме сене алмадым. Қалайша мен қоңырауды естімедім, есіктің ашылғанын сезбей қалдым деп сыртқа шығып, сырттан терезеден көрдім. Қарасам, ол жерде ешкім жоқ, бірақ камерадан көрініп тұр. Ол тамақтарды көріп жатыр. Бір уақытта мен жақ қарай, қоймаға қарай, есікке қарай кетті. Мен қатты қорықтым, бірақ маған келмеді. Бір уақытта есік ашылды, қоңырау шалынды. Басқа адам кірді. Мен қатып қалдым, бірақ ол басқа адам еді. Ол жан-жағына қарап тұрды да бұрылып қайттан шығып кетті. Бірақ өз көзіме сене алмай бұрылған кезде оның артында жаңағы бала тұрды. Бір уақытта машинаның дөңгелектерінің дауысы естілді. Сыртқа шығып қарауды жөн көрдім. Сыртқа шыққан кезінде жаңағы кісі өліп қалыпты. Сол мезетте өліп қалыпты. Бірақ ана бала көзіме көрініп отыр. Бұл менің ғана көзіме көріне ме, достар?